Блогер Әсел Асқар кіші ұлынан айырылып қалды. Бұл туралы актриса Instagram желісінде жариялады. Балам өмірден өтті. Әли мені тастап кетті. Менің күлкімнің себепкері, менің қуанышым, менің күнім. Сен жүрегімде мәңгі қаласың. Ол аспанды таңдады. Анаң жақында саған барады, деп жазды блогер парақшасында. Осыдан бірнеше күн бұрын Әсел Асқар ұлынан туа біткен патология табылғаны және қазір өте ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатқанын айтқан болатын. Баланың ауырын өзіне ала алмағаннан, оған көмектесе алмағаннан артық қорқыныш жоқ шығар. 2 апта бұрын біз жансақтау бөліміне түстік. Мұндай диагноз қойылатынын 3 ұйықтасам түсіме кірмепті. Ұлымда туа біткен жүрек жетіспеушілігі бар болып шықты, деп жазған еді ол. Айта кетсек, екінші баласын осы жылдың қысында дүниеге әкелген еді. Қош келдің Айбек Айбарыс Айбекұлы. 25 сағат толғатып екінші мәрте ана тандым. Жаратушыма балам үшін рахмет, деп жазған еді жұлдыз ана.